Бүгінгі сабағымызға мен сіздерге сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабаққа сәттілік тілейміз. Жақсы, керемет. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Шілікті және Бесшатыр патша қорғандары. Сабағымыздың оқу мақсаты археологиялық ескерткіштерді сипаттаймыз, әлеуметтік топтардың ерекшеліктерін түсіндіреміз. Бұл жерде балалар бағалау критерийлері беріліп тұр. Қорған құрылысын сипаттап, қорғанда жерленген адамның кім екендігіне болжам жасайсыңдар. Сақ қоғамында қандай әлеуметтік топтар болғанын анықтайсыңдар. Енді балалар жаңа ұғымдар, дәптерлеріңді ашып, жаңа ұғымдарды түртіп алыңдар. Қорған, мегір, дромыс, лақат. Осы сөздерді дәптерлеріне түртіп алыңдар. Оқушылар, енді келесі ой қозғау кезеңіне келдік. Ой қозғау. Суретте не бейнеленген? Құрылысы ерекшелігі неде деп ойлайсыздар? Мұнда кімдер жерленуі мүмкін? 1 минут ойлануға. Жақсы. Аяжан. Суретте Шілікті Бесшатыр қорғаны бейнеленген. Құрылыстың ерекшелігі ол жер асты және жер үсті болып бөлінеді. Мұнда патшалар немесе әулетті адамдар жерленуі мүмкін. Жақсы. Тағы да оқушылар кім айтады? Назым. Суретте Бесшатыр және Шілікті қорғаны бейнеленген. Құрылыстың ерекшелігі бұл оба жер үсті және жер асты болып бөлінеді. Мұнда патшалар және көсемдер жерленуі мүмкін. Жақсы, жақсы. Оқушылар, жауаптарыңыз қабылданады. Өте жақсы. Келесі, сақтардың қорған үйінділерінің көлемінің әртүрлігі. Біз көріп отырғандай, Шілікті және Бесшатыр қорғандарының арасында үлкенді кішілі обалардан тұрады екен. Сол обалар үшке бөлінеді. Үлкен оба, орта және кіші обалар болып. Үлкен обаларға аса ірі ағаш қабірлері тән, орта обалардың қабірлері киіз үй тәрізді, кіші оба қабірлері жерден қазылған шұңқыр мен тас жәшіктерге жерленген. Жерлеу ғұрпының сән салтанатты және қарапайым болып бөлінуі қоғамдағы әлеуметтік теңсіздікті білдіреді. Келесі, сақ қоғамындағы әлеуметтік топтар. Балалар, сақ қоғамында 3 әлеуметтік топ болды. Олар абыздар, жауынгерлер және малшылар мен егіншілер. Енді мен сіздерге тапсырма беремін. Оқушылар, енді біз тапсырма орындаймыз. Тапсырма орындау барысында мен сіздерге бағалау парағын таратамын. Әрқайсыларыңыз оқушының аты жөні деген жерге аты жөндеріңізді жазып қойыңыздар. Және осы бағалау парағы бойынша осы жерде берілген тапсырмаларды орындайсыздар. Жас шыңдар аттарыңыз. Әр топ, абыздар тобы, жауынгерлер тобы, малшылар мен егіншілер тобы. Мен 3 топқа 3 түрлі тапсырма беремін. Бірінші тапсырма. Сақ қоғамда қандай әлеуметтік топтар болғанын анықтаңыз. Дескриптор. Сақ қоғамда 3 әлеуметтік топтарды атайды. Мінекей, бұл бірінші топтың жұмысы. Бағалау парағына өздеріңіз берген жауабын дайындайсыздар. Екінші топтың жұмысы. Сақтарда обалар көлемінің әртүрлі болуының кемінде 3 себебін анықтайсыздар.
Дескриптор сақтарда обалар көлемінің әртүрлі болуының 3 себебін жазады. Тапсырманың жауабы. Үшінші топ малшылар мен егіншілер тобы. Кім айтады? Абыздар, жауынгерлер және малшылар егіншілер. Келесі, абыздар тобы. Сақ қоғамында әлеуметтік топ бойынша адамдар 3 топқа бөлінген. Олар жауынгерлер, абыздар және малшылар және егіншілер. Жақсы. Жауынгерлер тобы. Сақ қоғамында 3 топқа бөлінген. Абыздар, жауынгерлер және егіншілер мен малшылар. 3 топтағы оқушылар Райхан, Мақпал, Назым үшеулерінде жауаптарын қабылданады. Жақсы. Екінші тапсырма беремін. Екінші тапсырмада сақтарда обалар көлемінің әртүрлі болуының кемінен 3 себебін жазасыздар. Оқушылар, сонымен сіздер бірінші тапсырманы, екінші тапсырманы да орындап шықтыңыздар. Енді мен сіздерге үшінші тапсырманы таратамын. Ал оқушылар, кесте толтыру тапсырмасы қалай орындалды? Кәні кім айтады? Абыздар тобынан кімдер жауап береді? Бірінші сұрақ бізге Бесшатыр қорымы қай жерде орналасқан? Бесшатыр қорымы Іле өзенінің оң жақ жағалауында орналасқан. Жақсы. Ары қарай, Аяжан. Қорымдағы обалар саны 31. Жақсы. Келсеңіз бе, басқа топтар тыңдап отырамыз. Дұрыс па, жауап бақылап отырамыз. Келесі сұрақ ары қарай. Жалғастырамыз. Жауынгерлер тобы. Сіздер қай сұраққа жауап беріңіздер? Зерттеген археолог Кемел Ақышев. Ары қарай жалғастырамыз. Қандай сұрақтарымыз қалып жатыр? Кесте толтыруда тездетеміз, балалар. Малшылар мен егіншілер тобы. Ердос. орналасқан жері. Бесшатыр ол Іле өзені оң жағында тұрады. Оң жақ жағалауда жер шалғыр тауының етегінде орналасқан. Жақсы, қандай жауабымыз қалып қалды? Сұрағымыз. Кім жауап береді? Оба саны 31. 31. Оба саны 31. Назым. Қорым сыртқы көлемі жағынан қалай бөлінеді? Сыртқы және ішкі болып бөлінеді. Самал не айтасың? Самал қосардың бар ма? Қаны? Бесшатыр қорымында жерленді. Ол жерде патшалар және тағы басқалар жерленген. Патшалар мен тайпа көсемдері жерленуі мүмкін, белгілі дамықты адамдар жерленуі мүмкін. Жақсы. 4-ші тапсырмамыз бар, оқушылар. Шілікті қорғаны мен Бесшатыр қорғанын кескін картаға түсіресіздер. Әр оқушыға жеке-жеке таратамын. Тездетіп, сіздер үлгеру керексіздер. Шілікті мен Бесшатыр патша қорғандарын кескін картаға белгілейсіздер. Аттарыңызды жазып қойыңыздар. Бұл кез аттарыңызды жазып қойыңыздар. Таратшы. Сонымен оқушылар, сіздер 4-ші тапсырманы да жақсы орындап шықтыңыздар. Кескін картаға барлықтарыңызда Шілікті және Бесшатыр обасын түсіріп белгіледіңіздер. Жақсы. Сонымен оқушылар, бүгін біз Шілікті және Бесшатыр патша қорғандары деген тақырыпты аяқтадық. Сабағымызды қорытындылай келе, оқушылар ерте темір дәуірінде Шығыс Қазақстан жерінде сақ тайпалары мекендеді. Қандай сақ тайпалары мекендеді? Аримаскылар. Ерте темір дәуірінде сақ қоғамында әлеуметтік теңсіздік болғанын білдік. Олар абыздар, жауынгерлер, малшылар мен егіншілер. Археологиялық зерттеулердің нәтижесінде осы патша қорғандарын зерттей келе
қорғандардан. Және Шілікті және Бесшатыр патша қорғандары деп аталуының себебі, бұл қорғандарда тайпа көсемдері, даңқты адамдар, ел билеген патшалар жерленген екен. Балалар, үйге тапсырма Шілікті Бесшатыр патша қорғандары деген мәтінді оқып, бірінші суретте, оқулықтарының бірінші суреттегі Бесшатыр қорғанын дәптерге салу. Мүмкіндік болса, макетін жасап келесіздер. Мен сіздерге бүгінгі сабақта мен не білемін, не білгім келеді, мен білдім деген кері байланысты сіздерге таратамын. Сіздер маған кері байланыс жасайсыздар. Оқушылар, сонымен сабағымыз аяқталып қалды. Кері байланысқа өздеріңізге таратылған мен білемін, білгім келеді, мен білдім кестесін толтырып бересіздер. Және осы үш топтан оқушылар бүгінгі сабақта білгендеріңізді, білгілерін келетінін және не білдіңіздер, осы жайлы айтып өтсеңіздер. Кері байланыс жасаңыздар. Назым. Сабақтан білемін обалардың орналасқан жерін. Білгім келеді, сол обалар туралы тағы да көптеген мәліметтерді үйрендім. Қандай олжалар табылғанын. Жақсы. Жайна, кері байланыс жасашы сабаққа. Бүгінгі сабақта не білдіңіз? Мен бүгін Шілікті Бесшатыр орналасқан табылған жерін білдім. Жақсы. Келесі оқушы. Оқушылар өздерін. Бесшатырда мен білдім, бүгін Бесшатырда 31 оба бар. Жарайды, болды, жақсы. Рахмет. Сау болыңыздар, сабағымыз аяқталды.